Сәлеметсіздер ме? 10 сынып физика пәні магнит өрісі бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. Бірінші тапсырмада бізде былай берілген. Материалдарды сәйкес топтарға орналастырыңыз. Қорғасын хром, мыс, алюминий. Енді мен мына жерде дайын жазып қойдым. Мыс бізде диамагнитикке жатады екен. Бізде мыс пен қорғасын диамагнитикке жатады, ал парамагнитикке алюминий және хром жатады. Келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырмада электр және магнит өрістерін сипаттайтын шамалар арасындағы сәйкестікті анықтап кестені толтырыңыз. Енді ана қызылмен жазып қойдық, бұл магнит өрісін сипаттайтын шамалар. Ол магнит өрісінің индукциясы B деген әріппен белгіленеді. Салыстырмалы магниттік өтімділік μ деген әріппен белгіленеді. Магнит ағыны F деген әріппен белгіленеді. Келесі электр өрісін сипаттайтын шамаларға үш мысал жазайық. Ол электр өрісінің кернеулігі E деген әріппен белгіленеді. Диэлектрик өтімділік эпсилон деген әріппен белгіленеді. Электр өрісінің потенциалы φ деген әріппен белгіленеді. Келесі есепті шығарайық. Үшінші тапсырма бойынша ұзындығы 8 сантиметр. 8 сантиметр ол 8 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіндегі метр. Ток күші 50 амперге тең екен. Индукциясы 20 миллитесла, 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі тесла деп аламыз. Егер өткізгіш индукциясы перпендикуляр болатын болса, демек альфа 90 градус деген сөз. Перпендикуляр 10 сантиметрге, яғни D 10 сантиметр деп алсақ. 10 сантиметр ол 0,1 метр. Жылжытатын болсақ, бізде сұрап тұр, атқарылатын жұмыс қаншаға тең дейді. Яғни жұмысты табамыз. Енді А тең болады F-есе, немесе біз F көбейтілген D деп алайық, екі мен D деп алдым, екеуін шатастырмау үшін. Ал бұл жерде бізде Лоренц күші, ампер күші әсер етеді. IBL синус альфа. IBL синус альфа. Сонда А тең болады IBL синус альфа көбейтілген D. Осы жерден жұмысты тауып алайық. Ток күшіміз бізде 50-ге тең. Индукциямыз бізде 20 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіне тең. Көбейту ұзындығымыз бізде 8 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіне тең. Так, синус 90 градуста 1-ге тең. D деген сол 0,1-ге тең. Так, 0,1, 10-ның минус 2, ол 10-ның минус 3 дәрежесіне 2 қосқар кетеді. Сонда бізде 50-ді 20-ға көбейтетін болсақ, 1000 болады. 1000-ды 8-ге көбейтетін болсақ, 8000. 8000 джоуль болады екен. Немесе 8 килоджоуль деп алып болады. Келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырмада шарғының ұзындығы берілген, орам саны берілген, шарғы өрісіндегі магнит өрісінің индукциясыны табамыз. Так, шарғының ұзындығын жазып қойық. L тең 3,14 сантиметр дейсіз, значит, метрге айландырамыз. 10-ның минус 2 дәрежесіндегі метр. Орам саны, яғни шарғы дегеніміз катушка дейміз, немесе соленоид деп айтуға болады. 150-ге тең. Так, бұл жерде ток күші 2 амперге тең. Магнит индукциясын табуымыз қажет. Сонда біз индукциясын былай табамыз. Индукциясы тең μ0 n көбейтілген E бөлінген L. Енді осы жерден орнына қояйық. Индукциясы тең μ0 дегеніміз 4π көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі деп аламыз, е? Сонда 4 көбейтілген π көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі көбейтілген орам саны 150. Так, көбейтілген ток күшіміз 2 ампер бөлінген L дегеніміз ол 3,14, е? 3,14 10-ның минус 2 дәрежесі. Сонда мына 3,14, мынада 3,14 қысқарып кетеді. Енді ары қарай шығарайық. Сонда бізде 150-ді 2-ге көбейтетін болсақ, 300-ді 4-ге көбейтетін болсақ, 1200 болады. 1200 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі бөлінген 10-ның минус 2 дәрежесі. 2-ге қысқарып кетеді. Сонда 1200 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі немесе 12 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіндегі тесла болады екен. Келесі енді 5-ші тапсырманы орындаймыз. Индукциясы 0,5 тесла,
магнит өрісінде протон қозғалады, протонның айналу жиілігі. Демек, протон шеңбер бойымен қозғалады. Сонда шеңбер бойымен қозғалатын болса, бұл жерде протон магнит өрісіне 90 градус бұрыш жасай кіреді деген сөз. Сонда біз Лоренц күшін жазамыз. F Лоренц күші дейді. Так. Лоренц күші тең UVB синус альфа. Синус бізде альфамыз 90 градус болады, бұл жерде. Енді протонның айналу жиілігін мәнін өрнектейік. Ол үшін біз бұл Лоренц күшін біз шеңбер бойымен қозғалғандықтан центрге тартқыш күш әсер етеді. Осы екеуін теңестіреміз, сонда QVB, яғни синус 90 градус болғандықтан алмаймыз. Ол тең mv квадрат бөлінген r. Сонда мынау қысқарып кетеді. Ал енді бұның өзі бізде неге тең? Омега r-ға тең. Ал омеганың өзі 2π ньюға тең. Сонда 2π нью r-ді қоямыз. Сонда QB тең m 2π нью r бөлінген r. Енді осы жерде r мен тастап кетеді. Енді осы жерде ньютон табу үшін QB-ны бөлеміз 2π m-ға бөліп жібердік. Енді орнына қойып жіберейік. Так, Q дегеніміз ол протонның заряды 1,6. Оның минус 19 дәрежесі. Так, индукциясы бізде беріліп тұр 0,5. 2π дегеніміз ол 6,28. Так, массамыз 1,67. Көбейтілген 10-ның минус 27 дәрежесі. Енді осыны есептеп жіберейік. Сонда бізде бөлген кезде 0,76 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі болады екен. Немесе 76 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі деп те алуға болады, герц.